أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Бүгінгі тақырыбымыз, бүгін 17-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз қосымшалар. Харфу жар деп аталады арабша. Енді жалпы қосымшалар баршаларыңызға белгілі, жалпы жеке тұрған кезде ешқандай мағына бермейді. Біз енді жалғаулармен де кей кезде байланысады, көп жағдайда, әсіресе мына септік жалғаулармен, мысалы бұл жерде бар септігі бар, табыс септігі бар, жат септігі бар, көмектес септігі бар. Бірақ арнайы араб тілінде, орыс тілінде секілді арнайы сөздер бар, қосымша сөздер. Сол қосымша сөздер жалғану арқылы осы сөйлем сөздер құралады. Бүгінгі жалпы бірінші не ретінде, бір мысал ретінде айндан алайық. Айнда дегеніміз біздіңше жат септігі, яғни кімде, неде деген сұраққа жауап береді. Айнда, мысалы, айнда Мұхаммед, Мұхаммедте. Мысалы, айнда Хасан, Хасанда. Айнда Фатима, Фатимада деген секілді. Орысша у деген секілді, мысалы, у меня, у тебя деген секілді жалғасады. Қазақша менде, сенде, онда. Көріп отқандарыңыздай, мысалы, айнда қосымшасына иді жалғаған кезде менде болып кетеді. Бұл тек қана менде деген кезде ғана айн дәл әріпінің астында кәсіра болады, яғни айнди, айнди. Қалған жағдайда айнда өзгермейді, тек қана сол нелері өткендегі тәуелді жалғауының тәуелді жалғауында өткенде қосымшалар ка, ки, ху, ха қосымшалары жалғанады. Мысалы, айндака сенде, айндаки сенде әйел тегі, айндаху онда әйел тегі, айндаха онда әйел тегі, яғни у нее, мысалы, орысша. Айндана бізде, яғни біз екеумізде, айндана. Айндакума сен екеуіңде, яғни бұл еркекке де әйелге де бірдей айтылады. Жалпы екілік түрлері еркекке де әйелге де бірдей айтылады. Ол екеуінде айндахума, айндахума, мысалы, айндахума дафтарун, ол екеуінде дәптер деген секілді. Айндана бізде, айндакум сендерде ертегі, айндакум. Айндакунна сендерде әйел тегі, айндахум оларда, айндахунна оларда әйел тегі. Жалпы енді ешбір қиындықтары жоқ. Дәл осы қосымшалар мынау неге жалғанған секілді, айндаға жалғанған секілді қалған қосымшаларға да жалғанады. Қосымшаларды қысқаша бір тоқталып өтейік. Негізгі қосымшаларға, жаңа харфул жарларға анықтама және мысалдарын келтірейік. Мин деген. Бірінші минді өтеміз. Мин бір заттың басталуын білдіреді. Яғни бір заттың басталуын білдіреді. Мысалы, қазақшада не дейді? Қазақ тілінде шығыс септігіне сәйкес. Мысалы, кімнен, неден деген сұрақтарға жауап береді. Кімнен, неден, қайдан? Мысалы, минәл мәсжиди, мешіттен. Мысалы, минәл мәдрасати, мектептен. Минәл джамиати, университеттен деген секілді. Мин Мұхаммад, Мұхаммедтен. Яғни, мин дегеніміз қазақ тілдегі шығыс септігінің несі, жалғауы. Бірақ бөлек жазылады. Осы нелерден кейін, осы қосымшалардан кейін есім сөздер міндетті түрде, міне көріп отырсыздар, мәсжиди міндетті түрде кәсіралы болады. Екінші біздің қосымшамыз бүгін өтетін иля. Иля. Иля дегеніміз, мысалы, мен дегеніміз бір нәрседен, мысалы, бір нәрсе А пункті болса, мысалы, иля, Б пункті, мысалы, бір заттың екінші бір затқа бағытталғанын білдіреді. Кімге, неге, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Қазақ тілінде барыс септігіне сәйкес. Яғни қазақ тілінде білесіздер, кімге, неге, қайда, мысалы, Мұхаммедке, мысалы, медресеге деген секілді. Ғаге, қаке елері қосымшалары осы барыс септігінің жалғауы. Міне осы иля соған сәйкес. Мысалы, илял мәдрасати, мектепке. Көрдіңіздер, ке. Бұлар бірақ иля бөлек жазылады. Сол секілді ан қосымшасы бар, ан. Бір затты баяндауға жәрдемдесетін қосымша, яғни бір зат, мысалы, жайында, туралы деген секілді. Мысалы, кім жайлы, не жайлы деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, қараңыздар, анил ислам, ислам жайлы. Мысалы, ан Мұхаммед, Мұхаммед жайында.
мысалы ан Қазақстан, Қазақстан жайында деген секілді. Одан кейін аля төртінші қосымшамыз бүгінгі өтетін. Бұларды Құдай қаласа біз әрбіреуіне жеке-жеке тоқталамыз. Мағыналары бар, жаңағыдай әртүрлі кей кезде әртүрлі мағыналарды қолданады. Оны біз кейінгі бір сабақтарда өтеміз. Қазіргі кезде жалпы негізгі сіздерге анықтама ретінде сіздерге таныстыру болып жатыр. Яғни бір заттың үстінде екенін білдіреді. Қазақ тілінде жат септігіне сәйкес кімде, неде, ненің үстінде деген секілді сұрақтарға жауап береді. Мысалы, аләл мәктеби, үстелдің үстінде, үстелде. Яғни бір нәрсенің үстінде екенін білдіреді. Аля деген нәрсе бір нәрсенің үстінде. Мысалы, аләл ард, жердің үстінде. Мысалы, кей кезде нелермен де қосады. Алейка, саған дегенде мағынасы береді. Енді кейін өтеміз иншалла. Одан кейін фи деген бір заттың ішінде екенін білдіреді. Бір заттың ішінде екенін. Мысалы, қазақ тілінде жат септігіне сәйкес. Мысалы, айында деген секілді менде. Бірақ бұл жерде көбінесе бір нәрсенің ішінде, яғни бір заттың, немесе бір ғимараттың бір ішінде екенін білдіреді. Кімде, неде, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, фил мәдинати, қалада. Енді қаланың ішінде. Би қосымшасы бар. Би қосымшасы бұның ерекшелігі, мысалы, жоғарыдағы, мысалы, фи, аля, мысалы, олар бөлек жазылса, бұл міндетті түрде есім сөзбен бірге жазылады. Бір заттың қатысуымен болады. Қазақ тілінде көмектес септігіне сәйкес. Яғни көмектес септігін білеміз, кіммен, немен деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, бил қалами, қаламмен, бил илми, іліммен, біліммен деген секілді. Ли дегеніміз бір заттың біреуге қатысты меншікті екенін білдіреді. Ли дегеніміз. Бұл да міндетті түрде есіммен қосылып жазылады. Мысалы, кімдікі, ненікі, кім үшін, не үшін деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, ли Мұхаммадин, Мұхаммедтікі, немесе Мұхаммед үшін деген секілді. Хәза ли Мұхаммадин, бұл Мұхаммедке, немесе Мұхаммед үшін деген секілді мағынаны білдіреді. Мысалы, ка деген бір зат екінші бір затқа ұқсату. Яғни ка. Мысалы, кәл мәи, су секілді. Мысалы, кәл химари, есек секілді деген секілді. Бұл негізгі осы қысқаша өтіп отырмыз. Бұл жалпы ка, мысалы, ли, би нелер қосымшалар келсе, бұның не мағына беретінін білсеңіздер болды. Бірақ түпкілікті жаңа ауқымды түрде біз басқа сабақтарда өтеміз, Құдай қаласа. Ескертпе, жоғарыда қосымшалар ка қосымшасынан басқа тәуелді жалғауында жалғанады. Мысалы, ка дегеніміз, мысалы, каху деп айтылмайды. Мысалы, қалғандарында, мысалы, ли, мысалы, ләка, ләки, ләху, ләна деген секілді мынау өзгерте беруге болады. Мысалы, бихи, мысалы, бихим деген секілді, фихим, фикум деген секілді өзгертіледі. Ал тек ка ғана мынау нелерге, есімдіктерге қосылмайды. Мысалы, мына жерде сөйлемдерге мысал келтірейік, қараңыздар. Хәдихи мәдрасати. Хәдихи дегеніміз не? Бұл мәдрасати, бұл менің медресем. Мәдрасати кабиратун. Менің мектебім, немесе медресем үлкен. Хәда китабука, бұл сенің кітабың. Енді өткен сабақтағы нелер? Китабука мумтиун, кітабың қызықты. Залика қаламука, анау сенің қаламың. Қаламука алал мәктәби, сенің қаламың үстелдің үстінде. Көрдіңіздер ме? Сенің қаламың үстелдің үстінде. Тилка куррасатуху, анау оның дәптері. Куррасатуху фил хақибати, оның дәптері. Куррасатуху фил хақиба дегеніміз портфелдің, фи дегеніміз ішінде. Оның дәптері портфелдің ішінде. Хадихи әл-хадияту ләка, бұл хадихи деген бұл. Әл-хадия дегеніміз хадия, яғни сыйлық. Ләка дегеніміз саған. Көрдіңіздер ме? Катабту бил қалам, қаламмен жаздым. Қалами ва китабука алал мәктәби, қалами менің қаламым, ва китабука сенің кітабың, алал мәктәби дегеніміз үстелдің үстінде деген сөз. Әл-бағлу кәл-химар, әл-бағл дегеніміз қашыр, яғни есекпен аттың ортасындағы. Әл-бағлу кәл-химар, қашыр есек секілді. Фатимату ка ухтиха Зайнаб, Фатима ка ухтиха, ка дегеніміз секілді, ухтиха әпкесі секілді, Зейнаб әпкесі секілді. Яғни түрінен ба, мінезінен ба. Самиату ан Қазақстан, Қазақстан жайында естідім. Айнди, менде, мифтахука, сенің кілтің. Айндаху, онда, қаламука, оның сенің қаламың. Яғни айндаху, онда сенің қаламың. Яғни ол адамда. Айндана, бізде, китабукум, сендердің кітаптарың.
Садиқухум, олардың достары. Фи бейтина, біздің үйімізде. Хада мусафирун, бұл мусафир, жолаушы. Мин Русия, Ресейден. Катабту ар-рисалата, катабту жаздым. Ар-рисала дегеніміз хат. Иля усрати, иля дегеніміз бір бағыт. Қайда жаздым? Жанұяма хат жаздым деген сөз. Астында аудармасы тұр. Мына жерде ас-суал уәл жауап, сұрақ және жауаптар келіп тұр. Қараңыздар, мән беріңіздер. Біраз сұрақ жауаптар бар. Ас-суал, бірінші суал. Айна Мухаммад? Жауап. Хуа фил масжид, ол мешітте. Айна Фатима? Фатима қайда? Хия фил мадрасати, ол мектепте. Айна вадаата китаби? Менің кітабыңды қайда қойдың? Вадаату китабака, сенің кітабыңды алал мактаб, үстелдің үстіне қойдым. Хәл сами'та ан хадал китаб? Сен бұл кітап жайында естідің бе? Хәл, сұрақ белгісі, сами'та, естідің бе? Ан, туралы, не жайында? Хадал китаб, бұл кітап жайында естідің бе? Жауап, наам, сами'ту ан хадал китаб. Я, бұл кітап жайында естідім. Келесі, кайфа хадихил мадрасату? Бұл медресе қалай? Немесе бұл мектеп қалай? Хадихил мадрасату ка мадрасатина фи Астана. Бұл мектеп біздің мектебіміз секілді, ка деген секілді, фи Астана, Астанадағы біздің мектебіміз секілді. Енді бұл кітап, бұл Астана болып тұрған кезде жазылған кітап, сол үшін әлі өзгертілмеген. Кайфа уасалта иля хуна? Мұнда қалай жеттің? Кайфа, қалай? Уасалта, жеттің, иля хуна? Мұнда қалай жеттің? Уасалту бис саяра? Мұнда қалай жеттім? Бұнда автокөлікпен жеттім. Лиман хадал китаб? Бұл кітап кімдікі? Лиман дегеніміз кімдікі? Хадал китабу ли устадина? Бұл кітап ли дегеніміз үшін, кімдікі, бірудікі деген білдіреді. Ұстазымыздікі. Лиман хадихл курраса? Мынау дәптер кімдікі дейді? Хадихл куррасату ли Фатима? Фатиманыкі. Бұл дәптер Фатиманыкі. Иля айна тусафиру? Қайда сапар шегесің? Иля айна, қайда? Усафиру иля Казахстан? Қазақстанға сапар шегемін. Иля айна дахаба Мухаммад? Мухаммад қайда кетті? Дахаба Мухаммад иля масжид? Мешітке кетті. Мин айна хараджал муаллиму? Мұғалім қайдан шықты? Хараджал муаллиму минал фасл? Мұғалім сыныптан шықты. Мин айна иштарайта хада? Яғни мин айна қайдан? Иштарайта сатып алдың? Хада, бұны қайдан сатып алдың? Иштарайту хада минат дүккан? Дүккеннен сатып алдым. Астында жаңа сөздері, құрметті бауырлар, жаңа сөздерге қатты мән беріңіздер, жаттап отырыңыздар. Мына жерде қараңыздар. Төмендегі сұрақтарға текстке сүйене отырып, және өзіңнің сөздік қорыңа сәйкес жауап бер дейді. Мысалы, хәл анта фил масжид? Хәл анта фил масжид дегеніміз, сен мешіттесің бе? Жауап беруіңіз керек. Я, немесе жоқ деген секілді. Айна вадаата китаби? Хәл хада ка китабика? Мин айна иштарайта хада? Иля айна тусафиру анта? لمن هذه الكراسة؟ هل سمعت عن مسجدنا؟ هل أنت من كازاخستان؟ осыған жауап бересіз. Араб мақалы бүгінгі инна мен ла я'рифул вахия ахмақ. Яғни ымды түсінбеген, дымды түсінбейді деген бізде қазақша мақалға сәйкес. Яғни инна шынында мен ла я'рифу білмейді әл-вахи. Вахи деген бізде енді бір не секілді ғой енді. Сыбыр деген секілді, ахмақ дегеніміз енді ақмақ деген сөз ғой. Тапсырмалар, құрметті бауырлар. Бірінші жаттығу қосымшалардың құрылымына мән беру, яғни әрбір миннің қандай айырмашылық, қандай мағына береді, иля қандай мағына береді, ан қандай мағына береді. Мысалға келтірген сөйлемдер жаттау. Жаттаған кезден бұл жерде мән беріп қарау, соны өзіңіз қолдана білу. Екінші жаттығу төмендегі сөйлемдерді көшіріп жа, және араб тілінен қазақ тіліне аударыңыз. Мыналарды аударып шығуларыңыз керек. Үшінші жаттығу төмендегі сөйлемдерді қазақ тілінен араб тіліне аударуыңыз керек. Мына төмендегі сөйлемдерді сіздерге мына Instagram парақшамызда Құран тілі деген Instagram парақшамыз бар. Сол парақшада сіздерге мына осы слайд нелерін, үлгілерін жібереміз. Содан көшіріп алсаңыз болады. Төртінші жаттығу, мына жерде 19 деп тұр, негізінде 17 сабақ, кешірім өтінеміз. Сабақта қосымшалар тауып, мағынасына мән беру. Құрандағы аяттар тауасыздар. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Yani осының ішіндегі бүгінгі өткен қосымшаларды табуларыңыз қажет. Алла баршамызға разы болсын, Алла ілімдерімізді арттырсын, алып жатқан ілімдерімізді санамызға қондырсын, пайдалы етсін баршамызға.
حروف الجر. ما هي حروف الجر ومتى تستخدم؟ حروف الجر لوحدها ليس لها معنى، ولكنها تستخدم للربط بين الكلمات. هنالك الكثير من حروف الجر، لذلك دعونا نتعرف على أهمها وأكثرها استخداماً. حروف الجر الأكثر استخداماً: من، إلى، عن، على، في، الباء، اللام، والكاف. من وتفيد الابتداء. مثال: خرجت من البيت. إلى وتفيد الانتهاء. مثال: أذهب إلى المدرسة. عن وتفيد المجاوزة. أدرس عن حروف الجر. على وتفيد الاستعلاء. أجلس على الكرسي. في الظرفية. الدمية في الصندوق. الباء للاستعانة. يلعب جميل بالكرة. اللام للملكية. هذه الكرة لجميل. والكاف للتشبيه. يقفز جميل عالياً كالأرنب. هيا نبحث عن حروف الجر. غسل اليدين بالصابون يساعد على التخلص من الجراثيم. الباء من كلمة بالصابون. حرف الجر الثاني على. وآخر حرف جر لدينا هو من. عدا عن فوائد الجزر في تقوية النظر، فهو يعمل كعلاج لبعض الأمراض. هيا نبحث عن حروف الجر في هذه الجملة. عن، نعم صحيح. في، الكاف للتشبيه، واللام. هكذا نكون قد تعرفنا أكثر عن حروف الجر. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم. إلى اللقاء مع فيديو آخر.